Сәлем баршаларыңызға. Осындай қазанды және сковородка табақтарымызды әппақ етіп, жып-жылтыр етіп тазалаудың жаңа әдісімен сіздермен бөлісетін боламын. Каналымда бірінші рет болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз және видеоны соңына дейін көріп шығуға кеңес беремін. Осындай қылып от жағып, екі жағына екі кесек қойып, қазан тазалайық деп жатырмыз. Қазір осындай әдіспен қазан тазалаймыз, қарап отырыңыздар. Достар, міне қырып жатырмын. Сыпырғымен түсіреміз осылай. Міне осылай сыпырғының көмегімен осылай тазалаймыз. Осындай әдісті де көру керек. Мен бұндай әдісті өзім Туған әпкемнен үйренген болатынмын. Сол әдісті жасап көрсетіп жатырмын сіздерге. Сенбесеңіздер, мына көріп отырсыздар. Өз көздеріңізбен қараңыздар. Міне қазанымызды отқа кіргізіп, сыпырғының көмегімен осылай қырып жатырмын. Міне түсіріп жатырмын. Осылай әлде де кішкене от жағып жібереміз қазір. Ана қолым тиіп кетіп жатқан болмаса, атак бәрін нормально. Ой. Әкеліп жібересіздер ме? Негізі сыпырғының көмегімен істеген болатынбыз, негізі бағана. Сыпырғымыз жанып кетті басты. Сонымен осылай тазалап жатырмыз. Ай, кішкене қыстырып алайық. Ешқандай да қатты күш салып тұрған жоқпын. Просто қыру керек болады да, мұндай қылып қолмен. Былайша қырсаң көп уақыт алады ғой, бұл бірден моментально кетпейді. Ішінде өйстіп болғанмын. Жанып барады ма? Осы 5 минут отқа қойдым, болды. Бір қыздырып алдым да. Мындай қылып. Ішінше өзі қаралығы, икалинаның несі ғой жаңағы. Ыдысы. Ағырамай тұр, ағармай тұр. Өзінің іші осындай. Сырты осындай. Тазартып алған мынандай табақтарымызды, сковородкаларымызды мынандай февреге кішкентай суға тазалап жуып аламыз осылай. Кішкене күйесін, ана мынау иіспесін кетіріп, бір таза суға өстіп көпіртіп жуып аламыз. Мына нәтижесі өте керемет. Мына ручкаларының бәрі бағана тазалап жатқан кезде андайғы бұралып алынбайды екен да, мынандайға сразу қатырып тастаған. Сол себепті жағып жатқанда күйіп түсіп қалды. Бірақ бұны ничего, ағам жасап берем деді. Бірақ нәтижесі бар, міне отқа қойып тазартып аламыз. Ешқандай химикаттың ештеңе қосқан жоқпын. Жай ғана отқа қыздырып, бір қыздырып алып, сыпырғының көмегімен бүйтіп тазалап шықтым. Міне қазанымыздың іші де, сырты да өте тап-таза болды. Тазалап шықтым. Осылай бір жуып шығамыз. Және таза суға бір-екі рет тағы да жуып шығамыз. Қанша дегені отқа қойдық. Иіспес болады дегенде. Міне. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жасап көріңіздер. Сіздерде.